Ақерке, енді сіздің бүгінгі образыңыз от болып тұр. Ой, рахмет. Сіз деп кеткен камерамыз. Рахмет. Ақерке, негізі сәйкестіктерге сенесің бе деп тағы сұрасам. Сенем. Сенесің бе? Абылай, случайности, не случайности дегенге қалай қарайсың? Оған ба? Қарамай. Негізі сәйкестік бола береді ғой өмірде. Именно не нәрсеге байланысты ғой. Жоқ, ернар екеулеріңіз бір түсті кейін бапсыздар. Өз шыламай қойып жібергенше. Я енді бұл жерде қоңыр келген екеуміз ғана емес, біраз адам қоңыр Бірақ та жалпы екеулеріңізге өте ұқсас. Байқадыңыз ба? Мен бірақ Айнұр білет бұрынғы сезонда да киемін, бұрыннан бері бар киімім ғой. Жоқ, жалпы енді бүгін. Бүгін ба білмеймін, енді просто андай ментальная связь шығар. Сол кездері екі достың арасында өте көп сәйкес. Энергия. Өте көп, әрине. Мен просто обычно мен мысалы розовый, сары дегенде никогда киемін. Жоқ, мен бір жақсы сұрақ қойсайшы. Қоңыр киемін. Енді сізді білмеймін, кіммен дос болсаңыз да неге бір екіге бөліну, енді бір мәселе бұрынғы кездері енді бәлкім менде, бәлкім басқа адамдарда мүмкін біздің мінезіміз жаман болып араласпай қалған шығармыз, например. Бірақ басқа адамдармен де неге сенде міндетті түрде либо махаббат хикаясы болып басталып қосылып кетеді, немесе бір ұрысу, екіге бөліну болып кетеді деп ойлайсың? Ол жақта менің инициативам жоқ деп ойлаймын негізі. Оған сен кінәң жоқ. Жоқ, енді мен осы жақта кешеде оқыған кезде, біраз талқылап алған кезде мен максимально өзім достарымның көңіліне тимеуге тырысамын. Мен просто өзім қоя саламын білесің ше. Бірақ енді білмеймін, может карма ма, сондай бір кармический год па или Кармический года ма? Да, кармический года екен ғой 5 бастап. Жоқ, так білмеймін ол сұрақтың жауабын. Бірақ негізі өмірде андай қатты бүйтіп жүрекке кіргізбеуге тырысамын. Енді біздің бір участникқа тоже сұрақ қояйын. Расул, сізде енді қазіргі таңда танысу болып жатыр, иә? Білуімше, және де сізге енді романтика жағынан кішкене ақсаңдап жатсыз деген сияқты биыл сәл әңгімелер болды. Енді типа қыз жеткізбейсіз деген сияқты. Енді сіз үшін романтика деген не жалпы? Білмеймін, романтика емес шығар. Романтика деген нәрсені өзіме түсіндіре алмаймын ғой. Өйткені романтика емеспін. Мейлінше ажыраспаған қыз болса екен деген ниет бар. Мен сондай себеп. Бірақ өзі ажырасқан. Мен өзім ажырасқанмын. Негізі ұлдарға бар ғой, таң қаламшы, өздерінше болып қандай сондай талап қояды, маған мейлінше депші. Олай болмайды. Адам деген былай ғой, типа қандай адам болса да, адамдық қасиеті бар адам келсе болды ғой. Ол ажырасқан, ажыраспаған, ол важно емес негізі. Мен өзім, мен айтайын, менің бірінші брагым, бывший мужым дейші, ол кісі ажырасқан болған. Бірақ мен ажыраспаған болған. Мен ана дүниеге сенемін. Мысалы қыздарда осы жақта талап қойып отыр, барлығы 1 миллион болу керек, материалдық тұрғыда қатты қарайды. Ал мен адами құндылықтарға қарап жатырмын да, бұл жақта пәк қыз келсе екен деген ниет бар менде. Таза қыз ол всегда таза болады. Ол мен пәктігімде қарамайды. Сен мысалға андай қылып тең еп қойыпсың да, тең-теңімен тезек қалбымен ажырасқан қосылу керек, ажыраспағанмен ажыраспаған қосылу керек. Тезек қалбымен деген сөзді түсініңіздерші, ол ондайға қатысты емес. Сен андайға, сен сондайға